Раббымыз біздің тозаққа түсуімізді қаламайды екен ғой. Сол үшін бізге күнәларымыздың жойылып, тазарып, кешіріліп отыратын нәрселерді жасап тастаған. Ол не деген кезде? Дәрет. Дәрет алсаңдар, қолмен жасаған күнәларың кетеді деген. Беттеріңді жусаңдар, мына көз, тіл, құлақпен жасаған күнәлар. Аяғыңды жуған кезде аяғыңмен жасаған күнәлар. Қараңыз, әр дәретте солай. Сонда Алла Тағала бізді не істегісі кеп тұр? Күнәдан сахифамызға күнәнің жазылуын, немесе сол күнәменен сахифамызбен Алланың алдына сол күнәлар жазылған дәптермен баруды қаламай тұр ғой, парақтармен баруды. Бұл Алланың несі, ағайындар, бізге? Нығметі. Бұл не бізге? Алланың мейірімі, шексіз кешірімі. Сондықтан да Аллахума иннака афуун, Аллахым, сен елемеушісің, кешірушісің. Тухиббул афуа, елемеуді жақсы көресің, кешірші мен. Қараңыз, Алла Тағала елемей қоюды жақсы көреді. Егер Алла Тағала әрбір күнәміз үшін жаза бере берсе, бұл дүниеде тіршілік қалмайды. Әрбір жамандыққа жаза бере берсе, малы кеш малдың өзі қырылады ғой. Оның олардың өз араларында бұзықтық жасайды, бір-бірін сүзеді, әлімжеттік жасайды. Сол үшін Алла оларды да қайтадан жәннатқа кірмесе де, ол малдар, ол жәндіктер. Алла оларды қайтадан махшарда жинап, ақылларын әперіп, болғаннан кейін болдыңдар ма дейді. Ақыңды алдың ба? Алдым. Алдың ба? Алдым. Топырақ болып кетіңдер дейді. Олардың кәпірлер солардың көз алдында жан-жануарлардың топырақ болып жатқанын көреді екен да. Нәбә сүресінің аяғында айтқандай, кунту туроба. Мен де аналар құсап топырақ болып кеткенім де ғой деп айтады екен. Түсіндіңіздер ма? Есептеген нәрсенің не екенін білмегенімде ғой. Бұлай кітабымды сол жағымнан немесе артымнан алмағанымда ғой дейді. Ал қияметтің күнінде кәпірлердің амал кітаптары біреулерінікі артынан беріледі деген, артынан. Біреудікі солынан берсе, кітап үш түрлі беріледі. Оң жақтан беріледі, сол жақтан, сосын арттан беріледі. Вара'a захрихи дейді. Кімде-кімнің кітабы арт жағынан берсе, ол өлім шақырады дейді. Неге мен өліп қала салмадым дейді. Біліп тұр. Сонда сол кітабы артынан кіріп мына жағынан шығады деген. Сондықтан да Раббымыз кітабымыздың сол жағынан берілмеу үшін, немесе артымыздан берілмеу үшін барынша түскен жамандықтарды өшіріп отыр. Ал басқа бір періштелерге иман деген кітаптың ішінде Алла Тағала мынау кітаптар жамандық амалымызды жасайтын періштеге айтады екен ғой. Егер сол құлым күнә жасаса, қателеспесем 4 не 6 сағат күтіп тұрасың дейді екен. Егер тәубе етсе, сол күнә үшін кешірім сұраса, жазбайсың. 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 Алла. Егер сол сағаттардың ішінде жасаған күнә үшін кешірмесе, кешірім сұрамаса Раббысынан, бір күнә жазасын деп айтады екен. Бір күнәға бір жамандық жазасын деп. Бір жамандыққа бір күнә болды. Бір күнә істеді деп. Ал жақсылық істесе, дереу жазып қоясың. Дереу жазып қоясың. Көріңіз. Раббымыз бізге жақсылық пенен жамандықты жазып отыратын екі періштеге Раббымыз мен осылай әмір берген. Ендеше Раббымыз бізге өзі көмек беріп жатыр ма? Беріп жатыр. Ең алғашқы жерде намаз бастаған жігіттер. Иман деген ұрт барады ғой.
жақындағаныңды өртеп жіберейін деп тұрасың ғой иман күшің алғашқы кезде. Ешкімді түсіне алмайсың. Өзің намаз оқығаның 1-2 апта болған, как будто бала күнде намаз оқитын адам ұқсап. Өртеніп тұрасың, өрт болып. Иманың деген сұмдық. Бірақ кейін келе иманың әлсірейді. Сосын, бұрын намаз бастаған кезімде өртеніп тұратын едім ғой жарықты, от болып. Сол кезімді сағынам дейсің. Неге? Алла тағаланың өзі жәрдем беріп құлына әуелгі өзіне жақындаған кезде иманның ләззатын өзі сыйлайды екен ғой. Оған сіз лайықты емессіз. Біз лайықты болмайды екенбіз. Просто Алла тағала сыйлайды. Кейін соны енді алады. Енді осы ләззатты өзіңізде деп. Алла тағала иманның ләззатын 3 нәрсеге жасырған. Осы 3 нәрсе толықса, қайтадан иманның ләззатын береді. Біріншісі, Алла және оның елшісін барлығынан артық жақсы көресіз. Барлығынан артық. Аллах және оның елшісін барлық нәрседен артық сүйесіз. Оның бұйрығын артық сүйесіз. Оның тыйымын артық сүйесіз. Оның кітабын түсірген артық сүйесіз. Оның пайғамбарларын артық сүйесіз. Оның періштелерін жақсы көресіз. Оның жазған тағдырына көнесіз. Оның қияметіне сенесіз. Ол не жасады? Оны жақсы көресіз. Оның амалдарының бәрін ләббәй дейсіз. Және оның елшісін барлық нәрседен артық сүйесіз. Неңізбен, амалыңызбен, оның сүннетін өз бойыңызда, отбасыңызда тірілтуменен жақсы көресіз. Бұл бірінші ма? Екіншісі, кімді жақсы көрсең де Алла үшін жақсы көру. Анаңды жақсы көрсең де Алла үшін жақсы көру. Балаңды жақсы көрсең де Алла үшін жақсы көру. Әкеңді жақсы көрсең де Алла үшін жақсы көру. Ұстазыңды жақсы көрсең де, шәкіртіңді жақсы көрсең де Алла үшін жақсы көру. Алла болмаса ешкімді жақсы көрмейсіз. Жақсы көрсеңіз, егер әке біреуді жақсы көрсеңіз, тек Алла үшін болды. Оңай емес. Өйткені Алла балаға, анаға, әйелге, жерге, ауылға деген өзі махаббатты жаратылыстан құяды. Ұзақта жүрсең еліңді сағынасың. Солай. Еліңнің әрбір тасын, шөбін қадірлейсің. Жақты жүрсең. Немесе жақының да дәл солай. Бірақ Алла үшін жақсы көру деген нәрсені үйренуіңіз керек. Бұны Раббымыз бізден осылай талап қылады. Үшіншісі, құрметті жақсылар, отқа түсуді қалай жек көрсең дейді. Отқа түсуді қалай жек көрсең. Бұрынғы надандық уақытыңа қайтуды солай жек көру керек дейді. Түсіндіре алдық қой. Яғни бұрынғы енді иманыңыз азын-аулақ болған кезде кейбір нәрселерді өзіңізге рұқсат ете беретініңіз. Мәселен, ішімдік ішу болсын, темекі шегу болсын. Мәселен, біреу зинаға барып қояды, біреу зұлымдық қылады, ұрлық жасайды, немесе біреуді сөгіп боқтайды, немесе өтірік айтады. Осындай жамандықтарға қайтуды жек көресіз, отқа түсуді қалай қаламай тұрсаңыз, солай қаламай тұру керек. Егер солай қаламай тұрсаңыз, Алла бағана біз айтқан иманның ләззатын, халауатал иман. Халуа деген сөз бар, халва. Осы арабтың сөзі, тәтті деген сөз. Ләззат. Осы иманның халуасын Алла осы 3 нәрсеге жасырған. Алла және оның елшісін барлығынан артық сүйесіз. Кімді сүйсеңіз тек Алла үшін жақсы көресіз. Және надандық дәуірге қайтуды жек көресіз, отқа түскенді қаламағандай. Сол кезде Алла тағала бізге иманның ләззатын береді.
Кеше бір жігіт кепті, алдың күні ма? Енді үйінде бір мәселе болып қалған. Өз намаз оқымайды екен. Әйел намаз оқиды екен. Әйелден ұстанады екен. Сосын арамызда қазір бір мәселе болды. Стоп деген ғой. Жүр, молдаға жетті, түнде кеп тұр. Ешкім жоқ, бәрі қайтып кеткен. Молдаға срочно бір мәселе бар, шешу керек дейді. Ойбай, не мәселе? Кел. Осындай болып қалды, жағдай болып қалды. Сол үкімі не болады енді? Былай бола ма, былай бола ма? Сосын мен айттым, мен сіз 5 уақыт намаз, аузынан темекінің иісі өңкіп тұр да енді, қатты дөкесекпен де иіс шығып тұр енді. Айттым, 5 уақыт намаз жығылдыңыз ба? Әлі жығылған жоқ. Сіз енді Алланың үкімін әлі толық орындамаған екенсіз. Бұл үкім сізге қалай болады? Мен көтере аласыз ба қазір айтсам? Көтере алмайсыз ба? Енді айта берсеңізші енді дейді. Не болды десем, келіншегім талап етіп отырса дейді. Шариғатта қалай болады, солай жүреміз деген ғой. Бірінші сұрап алайық, мына біздікі дұрыс па, дұрыс емес пе? Әйеліне күйеуі талақ айтып болған. Сосын айтқан ғой, біз стоп деген ғой, біз енді қосыла алмаймыз. Не ажырасуымыз керек, или неке молдаға барайық, не қылса некемізді қиып берсін, содан кейін барып деген ғой. Соған келіншегім қоймай мешкап берген ана жігітті. Сосын мен айттым, өзі талақ деген Құранда 2 мәрте деген Алла Тағала. Яғни өзін талағын бергеніне 2 күн болғанда, ол 4 ай 10 күні өтпейінше, сол 4 ай 10 күннің үшін ерлі зайыпты талақ беріп қойғаннан кейін қайта жарасуды қаласа, 1 талақ бергеннен кейін, немесе 2 талақ беріп қойғаннан кейін, олар некесіз қайтадан отбасы болып кете береді. Ал егер 4 ай 10 күннің ішінде жатырда баланың бар жоғы анықталады екен. Яғни 4 айдың ішінде 120 күн ғой, 120 күнде балаға жан бітеді. Ар жағында тағы да 10 күн қосып тұр ғой. Сол 4 ай 10 күннің ішінде баланың ішінде жанды бала бар ма, жоқ па, сол анықталғанға дейін. Сол уақытқа шейін егер қосылмаса, қайтадан жараспаса, онда өткізіп алса, онда некесін жаңартады олар. Ал егер сол уақыттың ішінде жарасып кетсе, некелерін қидырмайды. Түсініңіздер ғой? Бұл талақ деген Алла Тағала рұқсат берген нәрсе дейді. Бірақ рұқсат еткен нәрсесінің ішіндегі дейді Пайғамбар алейхиссалату вассалам, Алла ең жек көретін нәрсе дейді. Сонда мен айттым, айналайын бауырым, інім, намаз бастаған енді. Болды, молдаға бастаймыз дейді. Өз қуанып кетті өзі. Ойлады, ана әйеліме ажырасып кеттім ба деп. Бітті ма деп. Молдаға бітті ма? Өз өкініп тұр енді, талақ рас и навсегда деп қояды. Сол үшін мен айтып отырмын, құрметті жақсылар, кейде Алла берген нығметті қолдан кеткен кезде бағалаймыз ғой. Біздің бір інілеріміздің қарындастарын қоярда қоймай, ойбай, ұстаз, сол қызды таныстырыш, үйлендірейін, үйленем деп қоймады сол. Сонымен ақыр соңында ана орамалды қыз алып қашып кеткен ғой. Сонымен енді арада 2 ай өтпей, біз дұрыс таңдау жасамаған екенбіз, оказывается. Болмайды екен. Үйіңе кете берсең, енді ырың-жырың. Кеше естіп бір ашуым шықты. Қоярда қоймай сол қызды алып қашып кеттің үйіңе. Енді айтып тұрған тірлігің мынау. Айналайын жастар, жігіттер. Мінсіз әйел іздесең, имам Науауи ұқсап үйленбей өту керек. Имам Науауи үйленбей өткен. Ондай ұстаздар, шейхтар көп болған. Үйленбей өтіп кеткен. Проблемадан құтылғың келсе, бала шағадан құтылғың келсе, ол үшін үйленбей өте сал. Ең дұрысы сол. Ал егер
сабыр етем десең, үйленуім керек десең, онда одан басқа жол жоқ. Мінсіз әйелдің болуы мүмкін ба, аталар? Мүмкін емес пе? Сіздің апамдар қалай болды өзі? Сіздер айтып жіберіңіздерші ана жігіттерге, жастарға. Сіздердің үйлеріндегі апаларыңызда мен болды ма, болмады ма? Осы аталарымыздың үйіндегі апалар егер мінсіз болса арасында, онда іздеуге болады екен. Іздей беріңіз. Пайғамбардың өзі айтып тұр ғой. Алла тағала өз әуелде адам ата жалғыз болған ғой. Сонда мына қараңыз, мына қабырғаның ең түзу асты жағы да, ең қисық үсті. Алла тағала арнайы сол үстіндегі қисық қабырғаның етінен алып, содан жасаған ғой өз қолымен Хауа анамызды. Сол үшін айтады, әйел кісі қисық қабырғадан жаратылған дейді. Түзетем десеңдер түзете аласыңдар дей ма? Ойбой. Шамалап та түзетесіңдер деп те айтпайды ғой. 50-60%-ға ғана түзете аласыңдар деп те айтпайды. Түзетем деп әрекет қылсаңдар дейді, торт сындырасыңдар дейді. Сындырып жібересіңдер дейді. Сүйек тұрланбайды ғой, сүйек сол қырында тұрады, немесе ол сынат болды. Болды, сындырасыңдар дейді. Ендеше, егер сол күйде қалдырсаңдар дейді, пайғамбар, сол күйде пайдаланасыңдар дейді. Қазақта сөз бар ғой, жаман атты жабулап, құлын ал, баласын ал дейді. Сондықтан да әрбір Алла тағала енді ол өздігінен солай болайын деген жоқ енді ол. Алла солай жасаған. Өйткені олардың шешелері, бәріміздің шешеміз, Хауа анамызды Алла солай жасағанда. Неге? Сынақ. Ал бірақ жәннатқа кірген кезде оның бәрін Алла алып тастайды. Сол үшін кеше тағы бір жігіт естіп, мені ай күні жақында отыр бір қарындасымызды. Қойарда қоймай соны алды. 2-3 айдан кейін қызды үйіне кеп тастады. Қыз қазір ай күні жақында босанайын деп отыр. Кеше менің бір досыммен ұстаз барған үйіне, мен шәкірт қой ортақ. Шақырған ғой енді, кел деп, екеуін қызбен отырып жарастырайын деген. Өзі 2 қабат әйелге талақ беруге болады. Талақ түседі. Бірақ оны босанғанға шейін сенің мойныңда оның үйі, оның дәрі-дәрмегі, киімі, тамағы сол еркектің бойында. Алла тағала айтады, талақ берген кезінде айтыңдар ол әйелдерге дейді, үйлерінен шықпасын дейді. Үйіңнен шықпасын деп тұрған жоқ. Вала яхружна мин буютихинна дейді. Үйлерінен шықпасын ол әйелдер дейді. Бізде талақ беріп ажырасып кетсе, сразу кетіп қалады 4 күнге. Жоқ. Талағының иддасы мерзімі біткенге дейін ол әйел үйінен кетпеу керек. Ол 3 талағы түсіп кетсе де, 1 талағы түссе де. Идда мерзімін күйеуінің үйінде күтеді. Алла тағала күйеуінің үйінде күт деп айтпайды оған. Өз үйлерінен шықпаңдар дейді оларға. Не үшін? Ол жерде бір даналықтар бар. Ол кезден ол сенің міндетіңе кірмейді, сен жаңа тамақ істе, ол міндет әйел емес ол. Бірақ сол уақытта ол өткізу керек. Бірақ мен осы күнге дейін осы үкімді орындаған әрі бір әйелді естімедім. Ажырасып жатқандар өте көп. Бірақ талағын жүргізіп қойып, сол үйінде әйелім талақ бергенім, үйінде идданы күтіп жүр деген, білмеймін, осы күнге дейін мен бір әйелді естімедім. Рұқсаттарына кетіп қаласылар. Болмайды олай. Ажырасқан жағдайдың өзінде идданы 3 ай мерзімді сол үйде күтесің. Бұның даналығы не десеңіз, көз кеткен жерден көңіл суиды ғой. Ал ана жерде Алла тағала мүмкін бір жағдайлармен қайта жарастырып жіберу мүмкін да. Алланың даналығында шек жоқ қой. Енді өзі сыбарлап әрдеңені айтпайды ғой Алла. Сол үшін құрметті жақсылар, енді соны жарастырайын деп кесе, қарындасымыздың ай күні жақындап отыр. Неге шақырдыңдар деген ғой, енді осылай жарасыңдар деп айтса, мен жарасам деген ниетпен келген жоқпын деп айтады дейді.
Сосын айтып, егер жараспасаң, онда мына бала, мына әйел босанғанға дейін, мына әйелдің осы күнге дейін бір нәрсе бермеген екен. 4-5 ай өткен, не тамағына ақша жібермеген, не киіміне ақша жібермеген, не дәрі-дәрмегіне ақша жібермеген. Ал туылған бала ол сенің міндетіңде. Ажырасып кетсең де. Ал туылғаннан кейін ол әйел сенің неңнен қамқорлығыңнан шығады. Талақ кетті, уақыты бітті. Ал бірақ ана баланы немесе ана туылған қызды асырау, памперсін тауып беру, киімін, соның бәрін жағдайын жасау, сүт ақысы, сол сенің міндетіңде. Сосын түсіндірген ғой, жараспасаң, онда сен мынау міндетіңде. Сен өзің бермесең, біз арқылы беріп тұр мынаны. Жарайды деген, 2-3 күннен кейін жоқ, мен істемеймін деп айтады дейді. Ортада ұстаз барған ғой енді, осы біздің мешіттің бір ұстазы. Анашынан зерлеп тұрып кешірім сұрады дейді ғой. Кешіріңізші, біздің алдымызда жүргенде бұл бала бұндай емес еді. Біз білмедік бұның. Бұндай нашар бала екендігін. Қолыңмен істеген нәрсені мойныңмен көтер. Сол үшін құрметті жастар, қыз баласын бірден жақсы көріп қалмау керек. Истихара намазын оқу керек. Танысып болғаннан кейін шешім қабылдамай тұрасыз. Истихара намазын оқисыз. Истихара намазын 1 күн, 2 күн, 3 күн жатарыңызды оқисыз, күндіз оқисыз, түнде оқисыз. Алла білдіреді. Не түсініңізде анық көрсетеді. Сол қыздың қайырлы емес екенін, немесе көңіліңізге салады сол. Не жатады, не жатпайды. Мүмкін емес бір жақты шықпауы. Өйткені пайғамбар алейхиссалату вассалам истихара намазының, Алладан жақсылығын сұрау намазының бізге Құранның сүрелерін үйреткенде үйрететін еді дейді. Кәдімгі. Әр нәрсе істе истихара оқып ал. Истихара оқы. Өз білдіреді. Истихара оқып ал. Сен де истихара оқып ал. Пайғамбар саллаллаху алейхи осылай әрдайым айтып отыратын болған екен. Сол үшін истихара намазынан кейін барып, өйткені айтады ғой, истихара жамағатпен ақылдасқан адам, жанашырлармен. Сосын айтады, жаратушымен қайырын сұраған адам ешқашан өкінбейді дейді. Бір істі бастамақ болсаңыз да, жігіттер, біреу енді табысы сұмдық деп мақтап келді да, өзің істеп отқан кәсібіңе деген желаниең кетті. Есіл дертің бәрі ақша тауып, сол жұмысты істеу. Бір аңсарың ауып, қарасаң жеңіл жұмыс, жылдам ақша, көбірақ. Бір махаббатың кетіп тұр да. Қоя тұр дегенге еш қоймайсың. Көзің содан басқа ештеңе көрмейді, мәселен ки. Сондықтан да кез келген істі, кез келген әйелді олай жақсы көрмеу керек. Салқын қанда. Жақсы көрейік. Сосын ақылдасасыз. Сол саланың адамдарымен ақылдасасыз. Қалай ойлайсыз? Тірлікті істесе қалай болады екен? Аяқ киім сатайын деп. Мәселен, аяқ киім сататындармен ақылдасасыз. Немесе ақылдасып болғаннан кейін истихара оқисыз. Біреу айтады, срочно ақша салу керек мына жерде. Мына күннен кейін қанша ақша табамыз дейді. Мәрза? Кешке дейін сұрақ саған, болмас басқа жақтан 1 миллион тап мынаны сал дейді. Мына күнді қайтасын. 300 мың қосып аласың дейді. Болмас басқа біреуден сұраймын, уақыт жоқ дейді. Ондай нәрсеге жоламай керек. Өйткені сіз жаратушымен ақылдасқан жоқсыз ғой. Жанашырларыңызбен ақылдасқан жоқсыз. Жаратушыдан қайырын сұраған жоқсыз. Ондайнен өткізіп жібере салу керек. Көп адамдардың ұрынып қалыватқаны сол. Сол үшін құрметті жақсылар, истихарада береке бар. Истихарада береке бар. Соңғы 2 хадистің бірі Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады: "Мен асбаха муафиян фи баданихи" дейді. Кімде-кім азанда тұрған кезде денесі сап-сау болса дейді. Ешқандай денесінде айып жоқ. Қараса, қолдарын бәрі істеп тұр. Екіншісі, аминан фи сирбихи.
сол жатқан жерінде немесе ортасында төсегінде қауіпсіз оянса дейді, таңдаттырса, қауіпсіз, ешқандай қауіп келген жоқ. Азында тұрған кезде шуылдап, шапшеңелерге келіп, ойбай, елдің шетін жау басыпты, ондай бір хабар жоқ. Немесе бір сондай бір қауіп қатер хабар жоқ, немесе сондай не жоқ. Үшіншісі, уаиндахум қуту яумихи, ода дейді сол кешке дейін жейтін қасында тамағы бар дейді. Түсініңіз ғой, үш нәрсені айтып отыр. Денесі сау, аман, кешке дейін жейтін асы бар. Сосын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, ондай адам не болады десе айтады, факааннама хизат лаху дуния, онда ол бүкіл дүниенің игілігі өзіне түгелдей берілгенмен теңдей екен дейді ол адам. Оған бүкіл дүниенің жақсылығы берілген екен дейді онда ол адамға. Бұл имам Тирмизиде келген хадис. Сондықтан альхамдулилля, көп нығметтерге біз шүкір ете алмай жатырмыз. Альхамдулилля. Аллаға көбірек шүкір етейік. Алла тағала Құранда айтады, «Вала ин шакартум ла азиданнакум». Егер маған рахмет айтсаңдар, тоқтатпаймын дейді. Маған шүкір айтсаңдар, ризығым, нығметім тоқтамайды дейді. Ла азиданнакум дегені, Алла тағала арттырамын деген сөзінің алдына да, артына да күшейтпелі шырайды қойған. Ла мен аннакум. Міндетті түрде арттыра беремін дейді. Тоқтатпаймын. Ендеше, альхамдулилля, дендеріміз сау болсын десеңіз, дуға намазын оқыңызна, тізелеріңіз сау жүреді. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, әрбір буынға күнделікті садақа берулерің керексіңдер дейді. Әр буынға, әр буын. Күніге қанша буын бар, сонша садақа беріп тұрыңыз керексіз. Егер оны бере алмасаңдар, соның орнына дуға намаз жүреді дейді. Не екеудің біреуін істейсіз ғой, не дуға намаз оқисыз, немесе садақа бересіз. Сонда мынау аяқтан тізе қақсау, тұра алмай қалу, қолыңыздың паралич болып қалу, иншалла осындай нәрселерді көрмейсіз. Өйткені садақа менен дуға намазы буындардың шүкірлігі ретінде. Түсініңіз ба? Сондықтан Аллаға әрдайым шүкір етейік. Міне шүкір етсеңдер деген осы. Ал шүкірліктің төресі, құрметті жақсылар, бұл 5 уақыт намаз. Сондықтан да Алла разы болсын. Әлі 5 уақыт намаз оқымайтын, бастамаған жігіттер осы жерде көріп отырмын әлі. Ол молдаке, Құдай қаласа, ниет бар молдаке, қинай бермеңіз, келеміз деп отқан жігіттер де отыр осы жерде. Сондай ағаларым менің, інілерім, иншалла бастап келіңіз. Ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin. Алла разы болсын.